Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен социофобия жайлы әңгімелескім келіп отыр. Жалпы социофобия деген не, оның себептері, социофобияда адамда қандай установкалар болады, қалай құтылу керек. Жалпы осы тақырыпты мысал ретінде, мысалы, жігіт, қыздардың алдында ыңғайсыздық сезімін сезінеді. Содан қалай құтылу керек? Немесе қыз бала жігіттердің алдында, мысалы, барлық жігіттерден қорқады, кездесуден қашады. Осындай ыңғайсыздық ситуациялардан қалай құтылу керек? Мысал ретінде қарастыратын боламыз. Ең алдымен социофобия дегеніміз не? Социофобия дегеніміз белгілі бір адамдармен қарым-қатынасқа түскендегі адамның өзін ыңғайсыз сезінуі, немесе қобалжуы, қорқыныш сезімін сезінуі. Сол себептен өзін ыңғайсыз сезінгендіктен белгілі социалдық ситуациялардан қашудың нәтижесінде өмірінің сапасының түсуі. Мысалға алатын болсақ, белгілі бір қыз барлық жігіттерден қорқады. Ол кездесуге барғаннан қорқады, жаңа айтып кеттік. Қайта-қайта ол осы ыңғайсыз сезімін сезінгендіктен ол мүлдем кездесулерге барудан бас тартады. Бұл социофобия деп айтады. Бұны социофобия деп айтамыз. Жалпы біз оны ұялшақтықпен шатастыруымыз мүмкін. Көп адамдар, бұл менің мінезім сондай, немесе мен ұялшақпын, немесе қазақтың ұяндығы ғой, мысалы, ол қыз ұялшақ, қазақтың ұяндығы ғой деп айтуы мүмкін. Шын мәнінде бұл социофобия деп аталады. Және бұл нәрсемен күресуіміз керек, және бұл нәрседен құтылуға тырысу керек бізге. Себебі бұл өмірімізді бірталай қиындатады және сапасын түсіреді екен, төмендетеді. Неге? Себебі адам белгілі бір адамдармен қарым-қатынастан қаша бастаса, ол қарым-қатынас орната алмайды. Ол қарым-қатынасқа түсе алмайды. Сол үшін социофобиядан құтылу өте маңызды. Жалпы социофобияның себебі қандай? Неге адам осындай белгілі бір социалдық ситуациялардан қорқады? Неге ода адамнан қорқу сезімі болады? Оның себептері бірнеше. Соның біреуі мыналар болуы мүмкін. Біріншіден, ол ата-ананың қабылдамауы. Ата-анаңыз бәлкім жиі кішкентай кезіңізде мынаны неге дұрыс істемедің, оны өйтуге болмайды, неге бүйттің, сөйттің, яғни әрқашан сізді сынның астына ала берген. Сол себепті адам өзін қабылдамайды. Ол қорқады, басқа адамдарда мені қабылдамайды. Олар мені жақсы көре алмайды, себебі менің барлық нәрсем дұрыс емес деп ойлайды. Екіншіден, бұл буллинг болуы мүмкін. Ол ағылшын сөзі. Буллинг деген ол, мысалы, мектепте белгілі бір топ оқушылары бір балаға барлығы жамылып жекелеуі мүмкін. Барлығы бірге оған, мысалы, неше түрлі сөздер айтуы мүмкін, оған тез кетуі мүмкін, яғни белгілі топ адамдар қабылдамауы. Осы себептен адамда социофобия болады. Немесе мұғаліміңіз барлық оқушылардың көзінше, немесе барлық басқа адамдардың көзінше сізді тұрғыз қойып, жиы сізді ұятқа қалдыратын, ұят сезімін ұялатады. Және осындай себептер өте көп қарастыра берсе. Ал енді осы социофобияға мысал келтірейік. Біз мысал ретінде бір қыздың ситуациясын алайық. Оның аты Айдана делік. Бұл жерде ол қыз барлық жігіттерден қорқады. Ол кездесулерге барса болды, өзін ыңғайсыз сезінеді. Қобалжу сезімі денесін баурап алады. Сөйлесуге ыңғайсызданады. Әр кездесулерде бұл қайталана береді. Сол кездесуде ол жаңағы өзіне ызасы келеді. Мен қобалжып тұрмын, мен
ыңғайсызданып тұрмын. Өзіне сонымен қоса қобалжу сезіммен қоса өзіне ыза сезімі ода пайда болады. Неге? Өйткені ол түсінеді, бұл қобалжитын жағдай емес. Менің денем мені сатып кетті. Оның денесі оны тыңдамай, қобалжу сезімі ода пайда болады. Сол себепті қобалжудан кейін ыза сезім пайда болды. Мен неге қобалжып тұрмын деп. Сосын қобалжу сезімі одан әрі ұлғаяды да, қалай айтсам болады, орынсыз қобалжу, қорқыныш сезім пайда болады. Сол кезде кездесуі әрине ойдағыдай өтпейді. Өйткені ол барлық ойын ішке бағыттайды. Мен қалай болып тұрмын екен? Мен қазір қобалжып тұрмын ғой, ұнатып тұрма, ол мені ұнатып тұрмады ма? Ол не ойлап тұр екен? Барлық оның ойы ішке бағытталып тұр, ішкі сезімдеріне. Ол не деп ойлап тұр деп. Сөйтіп оның әңгімесі жараспайды да, кездесуі ойдағыдай өтпейді. Ал енді жаңағы біздің кейіпкеріміздің ішкі жан дүниесіне үңілейік. Неге біздің кейіпкеріміз сондай сезімді? Неге ол сондай социалды проблемасы бар ол кісінің? Неге ол қорқады? Неге ол қобалжиды? Негізі ол қобалжитын жағдай емес. Мысалы, басқа адамдар жеңіл контактіге түсе алады. Жеңіл адамдармен сөйлесіп кетеді. Мүмкін ер адамдармен, әйел адамдармен жеңіл түсіп кетеді. Неге біздің кейіпкерімізде сондай проблема бар? Себебі оның установкасы қандай? Мен оған міндетті түрде ұнауым керекпін. Мен міндетті түрде ұнауым керекпін. Мен ұнамасам бітті. Мен нақұрыспын, мен жаман адаммын, мен барлық жігіттерге ұнамаймын деген сөз. Яғни мен ұсқынсызбын. Егерде мен ол адамға ұнамай қалсам, яғни мен ұсқынсыз екенмін. Абсолютизация. Яғни оған ұнамаса мен барлығына ұнамаймын деген сөз. Ол бұрыс установка. Қате установка жайлы айтып жатырмыз. Егерде мен ол адаммен қарым-қатынасты құра алмасам қазір, яғни мен ешқашан қарым-қатынас орната алмаймын. Бітті, барлығы бітті. Мен оған міндетті түрде ұнау керекпін. Мен барлық адамдарға ұнау керекпін деген установка бар. Ал енді біздің дұрыс установкамыз қандай? Жаңағы қобалжу сезімін кетіретін установка қандай болу керек? Қалыпты адамның установкасы қандай? Қалыпты жағдайда қандай установка болу керек? Қалыпты установка? Мен ол жігітке ұнағым келеді, немесе ол қызға, егерде сіз жігіт болсаңыз, осы ситуация қыздарға да, ұлдарға да келеді. Кез келген социалдық ситуацияларда келеді. Мен ол қызға, немесе жігітке, мен ол жігітке ұнағым келеді. Бірақ міндетті емеспін. Ұнамасам түк етпейді. Жалпы ол қай жерде жазылып тұр? Мен барлық адамға ұнауым керек деген қай жерде жазылып тұр? Ондай заң бар ма? Ондай заң жоқ. Ондай заң міндер жоқ. Мен барлығына ұнауым керек деген. Егерде мен оған ұнамай қалсам, менің көңілім түседі, бірақ бұл катастрофа емес. Егерде мен оған ұнамай қалсам, ол менің жаман, ұсқынсыз, нақұрыс адам екенімнің көрсеткіші емес. Ол сол адамның талғамы сондай екенінің көрсеткіші. Оның талғамы өзгеше екендігінің көрсеткіші. Егерде мен оған ұнамай қалсам, басқа да адамдар бар. Басқа да кездесулерге барамын. Миллион адам бар әлі. Бұл дұрыс установка. Бұл қалыпты жағдайда болатын установка. Сонымен қоса, сізде мынандай установкалар болуы мүмкін. Мен міндетті түрде ол адаммен жақсы, көңілді болып сөйлесіп, өзім жайлы міндетті түрде жақсы пікір қалдыруым керекпін. Мынандай установка болуы мүмкін. Екіншіден, мен міндетті түрде әдемі, ақылды болу керекпін. Үшінші установка. Мен міндетті түрде қобалжымау керекпін.
Қобалжысам бітті, ол менен теріс айналады деген установка. Осы 3 установка, сонымен қоса тағы да басқа установкалар болуы мүмкін. 3 негізгісін айтып кеттім. Ал осы бұрыс установкаларға дұрыс установка қандай? Мысалы, бірінші бұрыс установка бізде мен міндетті түрде оған жақсы пікір қалдыру керекпін өзім жайлы. Әйтпесе мен ақылсызбын. Мен жаман адамын деген установкаға қандай дұрыс установка келеді? Мен ақылды болғым келеді, оған өзім жайлы жақсы пікір қалдырым келеді. Бірақ мен міндетті емеспін. Егерде мен сол жерде оған қызықсыз болып көрінсем, немесе сол жерде қызықсыз сөйлеп қалсам, ол мен жалпы қызықсыз адам екенімнің көрсеткіші емес, мен ақылсыз адам екендігімнің көрсеткіші емес. Жай ғана сол сәтте мен қызықсыз болып тұрдым. Сол сәтте ғана. Екінші установка. Мен міндетті түрде уайымдамауым керекпін. Уайымдамасам бітті, ол менен теріс айналады деген установкаға дұрыс установка қандай? Оған дұрыс установка: мен қобалжып тұрсам да, уайымдап тұрсам да, сөйлесуге құқығым бар. Теріс айналып кетсе, жарайды, түгетпейді. Мен құқығым бар. Себебі мен идеалды болуға міндетті емеспін. Үшінші установка: мен ақылды және әдемі болу керекпін деген міндеттімін. Мен ақылды және әдемі болуға міндеттімін деген установкаға дұрыс установка: мен ақылды және әдемі болғым келеді, бірақ мен міндетті емеспін. Мен тырысамын, бірақ мен осындаймын. Мен міндетті емеспін. Бұл дұрыс установкалар. Осы социофобиядан құтылу үшін жоғарыда айтылған установкаларды сіз түсінсеңіз, ұстап алсаңыз, менде осындай установкалар, осындай бұрыс установкалар бар екен ғой деп ұстап алсаңыз, және оны дұрыс установкаға ауыстырсаңыз, сіздің 70-80% проблемаңыз шешіледі. Қалған 20% қалай шешіледі? Ол практика және практика. Ол дегеніміз не? Мысалы, өзіңізді әдейі ыңғайсыз ситуацияларға лақтырыңыз. Егерде сіз өзіңізге сенімсіз жігіт болсаңыз, немесе қыздармен танысуға ыңғайсыздансаңыз, әдейі далаға барып қыздармен танысыңыз әдейі. Мысалы, бір атақты психолог Альберт Эллис деген, осы социофобияны солай жеңген болатын. Ол белгілі бір уақыт ішінде, ұмытып қалдым қанша уақыттың ішінде, 100 шақты әйелмен танысқан болатын, 100 әйелмен. Далада олармен таныса бастады. Басында ол кісіде социофобия болды. Ол әйел көрсе бітті, дірілдей бастайды, қобалжып қалады, сөйлей алмай қалады. Ол не істеді? 100 әйелмен танысты. Соның 80-і қарсы болмады танысуға, 20-сы қарсы болды. Сонда ол, сонда бұл эксперименттің сонда ол мүлдем социофобиядан айырылып кетті. Құтылды. Сол үшін әдейі өзіңіз қыз болсаңыз, әдейі ұнаған әдемі жігіттермен көшеде сөйлесіп кетіңіз. Немесе жігіт болсаңыз, әдейі қыздармен танысыңыз. Немесе сізде көпшілік алдында қорқыныш болса, әдейі өзіңізді сахнаға шығара беріңіз. Неден қорқасыз? Әдейі соны жасаңыз. Өзіңізді көп ыңғайсыз ситуацияларға лақтырыңыз. Осылай практиканың арқасында сізде социофобия жоғалады. Сонымен қоса, осындай ыңғайсыз ситуацияларға түсу сізге не береді? Біріншіден, сіз көбірек адамдармен танысасыз. Екіншіден, сіз бұл ситуацияның еш қорқынышты емес екендігін түсінесіз. Үшіншіден, басқа адамдар да сіз сияқты уайымдайтынын, қобалжитынын түсінесіз. Олар да сіз сияқты сезімдері бар.
олар да ішінде үрейлері, бір социофобиялары бар шығар. Барлығы емес, бірақ көбінде болуы мүмкін. Тағы да басқа осы плюстері бар. Әдейі өзіңізді лақтырсаңыз. Сонымен қоса мынандай бір плюсы бар, ұмытып кетіппін жаңа айтуға. Адамдармен көп сөйлескен сайын, көп танысқан сайын, адамдармен қалай дұрыс сөйлесу керек екен, қалай сөйлеспеу керек екендігін түсінесіз, үйренесіз. Яғни бұл практика. Сол үшін өзіңізді осындай ыңғайсыз ситуацияларға салып қою, немесе лақтыру, әдейі итеру, оның пайдасы өте көп. Қорытындылайтын болсақ, біз жоғарыда кейіпкер қызымыз жайлы мысал келтірдік. Дегенмен осы установкалар, біздің жаңағы ситуациямыздағы установкалар кез келген социофобияға келе береді. Егер де сізде социофобия болса, бәлкім сіз жігіттерден қорқасыз, қыздардан қорқасыз, мүмкін барлық адамдардан қорқасыз, көпшілік алдына шығудан қорқасыз, бастығыңыздан қорқасыз, жаңа адамдардан қорқасыз. Барлық бұлай адамдардан қорқу фобиясының түп негізінде мен оған ұнауға міндеттімін деген установка тұр. Мен оған ұнауға міндеттімін деген установка тұр. Осы установканы, мен оған ұнағым келеді, бірақ міндетті емеспін. Мен жаңа дұрыс установкаларды айтып кеткен болатынмын. Сол установкаларға ауыстырсаңыз, социофобияңыз жоғалады екен. Бүгінге осы. Егер де менің видеом сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер де осы берген кеңестерді өміріңізде қолданып, социофобияны жеңген болсаңыздар, сіздердің нәтижелеріңізді күтемін. Міндетті түрде өздеріңіздің нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер, мен қуанышты болушы едім. Бүгінге осы. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.